Барлықтарыңа сәлем. Негізінде адамдардың көбісі инвестиция жасап, акцияларды сатып алу үшін өте көп ақша керек деп ойлайды. Бірақ шын мәнісінде кейбір акциялардың бағасы $1000 болатын болса, кейбір акциялардың бағасы $10, $5, тіпті $1 тұратын да акциялар бар. Бүгінгі видеода дәл осылай бағасы $10 да арзан болатын 3 акцияны мен сіздерге көрсетемін. Бұл компаниялардың ішінде жасанды интеллектпен, тамақ өнеркәсібімен және де ұшатын таксилерді өндірумен айналысатын компаниялар бар. Егер де дәл осындай компанияларға инвестиция жасап, олардың акциясын сатып алу сен үшін қызық болса, бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көр, себебі бұл тізімдегі ең соңғы компания осы 2026 жылы ең жоғарғы өсім көрсету потенциалына ие. Дәл осындай бағасы $10 арзан тұратын акцияларды сатып алуымыздың ең басты екі себебі бар. Ең біріншіден, бұл акциялардың бағасы өте төмен. Яғни біздің капиталымыз $100, $200 болса да, біз осы акциялар арқылы өзімізге портфель құрастыра аламыз. Екіншіден, мұндай акциялардың өсу потенциалы өте жоғары болады. Себебі $5 тұратын акция бағасы $10 дейін өсетін болса, бізге 100% өсімді өте жылдам бере алады. Сонымен бастап көрейік. Біздің бүгінгі видеода қарастыратын ең бірінші акциямыз ол Grab деп аталатын компанияның акциясы. Grab бұл оңтүстік шығыс Азиядағы ең ірі супер қосымшалардың бірі. То есть біз супер приложение деп айтамыз. Бұл супер приложениенің ішінде такси қызметі бар, тамақ жеткізу қызметі бар, курьер, яғни доставка қызметі бар, сонымен қоса төлем жүйелері бар. Бұлардың барлығы бір қосымшаның ішінде. Grab компаниясын бүгінгі видеома қосуымның ең басты себебі, бұл компанияның қызмет ету аймағында, яғни оңтүстік шығыс Азияның өзінде бәріміз білетін Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Индонезия, Филиппин, Сингапур секілді өте үлкен алпауыт мемлекеттер бар. Яғни бұл компанияның қызмет ету аймағында өте көп халық бар, және де бұл нарық өсіп жатқан нарықтың қатарына жатады. Ал екіншіден, бұл компанияның бірнеше табыс көзі бар. Яғни жоғарыда айтқанымыздай такси, тамақ жеткізу, курьер, төлем жүйелері, солардың барлығын Grab компаниясы өзінің қосымшасына енгізген. Яғни сол арқылы бірнеше источниктан пайда тауып отырады. Дәл қазіргі уақытта Grab компаниясының акциясының бағасы небәрі $4-5 көлемінде ғана тұрады. Дәл осы компанияға инвестиция жасау арқылы біз халықтың барлығы тұтынатын такси, тамақ, курьер деген нәрселердің барлық қызметтерге бір уақытта инвестиция жасай аламыз. Бұл компания ұзақ уақыт бойы өзінің шығындарымен күресіп келді. Тек қана 2025 жылдың бірінші кварталында ғана бұл компания таза табысқа қол жеткізді. 2025 жылдың бірінші кварталында Grab компаниясының табысы $773 миллион құрап, соның ішінде таза табыс $10 миллион құрады. Бұл алдыңғы жылдың, яғни 2024 жылдың 4-ші кварталымен салыстырғанда 18%-ға өсім көрсеткен. Ал 2025 жылдың 2-ші кварталында бұл компанияның табысы $819 миллион құрап, таза табысы $35 миллион дейін жетті. Ал бұл өз кезегінде бірінші кварталмен салыстырғанда 23%-ға артық өсім көрсету. Grab компаниясы 2025 жылдың 3-ші кварталында $873 миллион табыс тауып, соның ішінде таза табысы $17 миллион құрады. Алдыңғы кварталмен салыстырғанда бұл компанияның табысы 22%-ға өсті. Байқайтын болсақ, бұл компания 2025 жылдың бірінші кварталында ғана таза табысқа қол жеткізді. Дәл осылай өзінің таза табысын әр квартал сайын арттырып отыр. Егер де бұл тенденция жалғасатын болса, 2026 жылы бұл компанияның табысы бірнеше есе артып, компанияның акциясының бағасы да бірнеше есе өсіп кетуі мүмкін. Біздің бүгінгі тізіміміздегі екінші компания SoundHound деп аталады. Бұл компания жасанды интеллекттің көмегімен адамның дауысын тануды және сол дауыс арқылы құрылғыларды басқаруды жүзеге асырады. Бұл компанияның осы бір дауысты тану және оны құрылғыларды басқаруға көмектесу қызметі автомобильдерде, ақылды колонкаларда, ақылды үйлерде, мобильді қосымшаларда, ресторандарда және корпоративті қызмет орталықтарында қолданылады. Дәл қазіргі кезде бұл компанияның Hyundai және Kia деп аталатын компанияларымен 7 жылдық ұзақ мерзімді келісімі бар. Яғни бұл екі компания SoundHound компаниясының осы бір дыбыс арқылы басқару функциясын
7 жыл бойы кемінде қолданып отырады. Сонымен қоса бұдан бөлек Jeep және Stellantis деп аталатын екі компаниямен арада ұзақ уақыттық келісімдер бар. Дәл қазіргі таңда SoundHound компаниясының ең үлкен табысын осы автокөлік индустриясы беруде. Бірақ SoundHound компаниясының қызметтері ресторандарда официанттың көмегінсіз ақ тапсырыс беру кезінде, ақылды колонкаларда және ақылды үйлерді адамның дауысының көмегімен басқару кезінде қолданылады. 2025 жылдың бірінші кварталында SoundHound компаниясының табысы 29,1 миллион долларды құрады. Дәл осы көрсеткіш 2024 жылдың бірінші кварталымен салыстырған кезде 151%-ға өскен. Ал 2025 жылдың екінші кварталында бұл компанияның табысы 42,7 миллион долларды құрап, алдыңғы жылдың екінші кварталымен салыстырғанда 217% өсімді көрсетті. 2025 жылдың үшінші кварталында бұл компания тағы да 42 миллион доллар пайда тауып, таза өсімі 68%-ды құрады. Қазіргі таңда бұл компания таза табысқа шыққан жоқ. Бірақ бұл компания жұмыс жасап жатқан сала, яғни жасанды интеллект секторы дәл қазіргі, яғни 2025 жылдан бастап санағанда, алдағы 10 жылдыққа ең мықты тренд болып саналатын сектор. Бұдан бөлек бұл компанияның тұрақты, нақты клиенттері бар және бұл компанияның табысы тұрақты түрде өсіп келеді. Сол себепті де бұл компанияны мен бүгінгі видеоға тізімге міндетті түрде қосамын деп санадым. Бүгінгі видеомызда талқылайтын ең соңғы акциямыз Archer Aviation компаниясының акциясы. Бұл компания электрлік ұшатын таксилер жасаумен айналысып жатыр. Яғни болашақта қаланың ішінде кептеліс болып жатқан кезде әуе арқылы ұшып, бір жерден екінші жерге жеткізетін таксилерді ойлап табуда. Қазіргі кезде Archer Aviation компаниясының ең басты серіктесі Америкадағы United Airlines деп аталатын компания. Бұл компаниялар біріге отырып 2026 жылы алғашқы рейстерді жүзеге асырғысы келеді. Қазіргі кезде Archer Aviation компаниясы әртүрлі халықаралық серіктестіктер құрастыруда және әртүрлі мемлекеттердегі әртүрлі қалаларда өзінің әуе такси қызметін іске қосуға ұмтылуда. Осы туралы толығырақ мен өзімнің бұған дейінгі Archer Aviation туралы видеомда айтқан едім. Сол видеоны міндетті түрде көріңіз, себебі ол видеода мен бұл компанияның кварталдан кварталға табысы, яғни нақты таза табысы қаншалықты жылдам өсіп келе жатқандығын тілге тиек еттім. Бұл компаниямен толығырақ сол видеода таныса аласыз. Қазіргі кезде бұл компанияның акциясының бағасы шамамен 8-9 доллар тұрады. Егерде бұл компания туралы әртүрлі қалаларда өзінің әуе көлігі қызметін қосты деген жаңалықтар естілетін болса, немесе сертификациядан өткені туралы хабарламалар болатын болса, бұл жаңалықтар компанияның акциясының бағасына қатты әсер етеді, яғни оның бағасын өте қатты өсіруі мүмкін. Алайда бұл компанияға инвестиция жасайтын болсақ, инвестор ретінде біз өзіміз қабылдайтын тәуекелдерді де ескеруіміз керек. Дәл қазіргі кезде бұл компанияның табысы жоқ, яғни таза табысқа шыққан жоқ. Сонымен қоса, бұл компанияның өсуі оның сертификациясына өте тәуелді болып саналады. Егерде бұл компания өзінің продуктысын, яғни өзінің қызметін сертификациядан өткізе алмайтын болса, бұл компанияның бағасы құлдырай береді. Жалпы бүгінгі видеода қарастырған 3 акцияның үшеуі де өте жылдам қозғалатын акциялардың қатарына жатады. Бұл компаниялардың акциялары бір күнде 10%-ға, 20%-ға жоғары және төмен қозғала алады. Мұндай акциялар біздің портфеліміздің барлық бөлігін емес, тек қана 10%-ын ғана құрауы керек. Сонымен бүгінгі видеомыз соңына жетті. Егер де бұл видео сен үшін пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркел және комментарийге осы видеода айтылған 3 компанияның қайсысы инвесторға ең үлкен табыс әкелуі мүмкін, сол туралы өз ойыңмен бөлісіп кет.